Сәлеметсіздер ме? Сіздермен дәрігер Гүлнұр. Өз арнамда сізді көргеніме қуаныштымын. Медицинада пияз Гиппократ кезінен бері белгілі. Пияздың емдік қасиеттерін барлық халықтар мойындаған. Римдіктер пиязды тұтынған кезде сарбаздардың күші мен батылдығы артады деп сенген. Сондықтан ол әскери рационға кірді. Ежелгі Римде пияздың шырыны көз ауруларын емдеуде кең қолданған. Пиязды кескенде көзден жас ағады, осылайша көзді микробтан тазартып дезинфекциялайды. Пияз дәруменге бай. Әсіресе қыс-көктем мезгілінде тұтыну ұсынылады, бірақ жыл бойы қолданылуы қажет. Минералды тұздардың едәуір мөлшері ағзадағы су-тұз алмасуын қалыпқа келтіруге көмектеседі, ал ерекше иіс пен өткір дәм тәбетті ашады. Пияз көптеген елдерде танымал косметологиялық құрал. Пияздың шырыны шаштың тамырларын нығайту үшін, сибарея мен бастың түкті бөлігін бекіту үшін ұсынылады. Бұл жағдайда шашыңыз жібектей, жұмсақ және жылтыр болады, ал тері қабыршақтанбайды, қайызғақ пайда болмайды. Сепкілдер пияз шырынынан бозарады. Пиязды ішке қабылдау, сондай-ақ пияз маскалары әжімдердің пайда болуына жол бермейді. Бет терісі балғын болады. Достар, 1000 подписчик жинауды мақсат еттім. Қазақ тілді каналға қолдау білдіріп, каналыма жазылып, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Пияздың химиялық құрамы. Пияздың жасыл жапырақтарында қант, аскорбин қышқылы бар. Тамыры мен жапырақтарда ерекше иіс пен өткір дәм беретін эфир майы, құрамда күкірт бар қосылыстар, йод, органикалық қышқылдар, алма және лимон қышқылы, шырыш, пектин заттары, гликозидтер бар. Жүрек пен қан тамырлары. Пиязды жеу қан қысымын және инфаркт қаупін азайтады. Қан ұйғыштығының алдын алады. Сонымен қатар қандағы липидтер мен холестерин деңгейін реттеуге көмектеседі. Бауыр мен асқазан. Ішек жолдарына арналған 4 емдік қасиет. Бұл өсімдік өзінің емдік қасиеттерімен ерекше. ЖРВИ өршуі кезінде біздің иммунитетімізге ғана емес, сонымен қатар бауыр мен асқазан ішек жолдарының кейбір ауруларын жеңуге көмектеседі. Гепатит, алкогольмен улану және циррозға қарсы тиімді құрал. Күлгін түсті пияз тазалағыш және өт айдағыш қасиеттерімен танымал. Сондықтан әртүрлі бауыр патологиялар үшін кейбір дәрігерлер пияз қосылған бауырды тазартуға арналған рецепттерге жүгінуге кеңес береді. Бауыр тіндерінің регенерациясын бастайды. Өсімдіктің тағы бір даусыз артықшылығы бауыр жасушаларындағы регенеративті процестерді белсендіру қабілеті. Ол бауырдың жаңаруын, қалпына келуін қамтамасыз етеді. Бұл тұтастай алғанда бүкіл денеге пайдалы әсерін көрсетеді. Өт қабының патологиясының дамуының алдын алу. Өт ағының күшейту қабілетінің арқасында пияз өт қабын қабыну процестерінің пайда болуынан және тастардың пайда болуынан қорғауға көмектеседі. Дененің қорғаныс функцияларын арттырады. Дененің әртүрлі патологиялармен күресу қабілетімен, тамырлары иммундық жүйені нығайтуға, науқастың жалпы жағдайын жақсартуға және метаболизм процестерін жақсартуға көмектеседі. Иммундық жүйе. Ғалымдар кверцетиннің организмде гистамин өндірісін тоқтату арқылы аллергиялық реакциялардың ауырлығын төмендететіндігін дәлелдеді. Ас қорыту. Пияздың талшықтары тағамның оңтайлы қорытылуына ықпал етеді. Бұл өсімдіктің құрамында еритін көмірсулар, олигофруктоза бар. Ол ішектің сау микрофлорасының өсуіне ықпал етеді және диареяға пайдалы. Пияздың бос радикалдармен күресетін фитохимиялық заттары асқазан жарасының даму қаупін азайтады. Кверцетин антиоксиданттық қасиеттері бар пияздың ерекше маңызды флавоноиды. Кверцетиннің қуық қабынуының ауырлығын төмендетуге, қан қысымын төмендетуге және простата денсаулығына пайдалы екендігі туралы дәлелдер бар. Пияздың маңызды
фитонутренттеріне, жалпы денсаулықты сақтауға және зиянды бактериялармен күресуге қатысатын дисульфиттер, трисульфиттер және цекапин жатады. Пияз қабығында флавоноид кверцетин бар. Жасушалардың денсаулығы мен жастығын сақтайтын және қатерлі ісікпен күресуге көмектесетін ең күшті антиоксиданттардың бірі. Кверцетин аллергиямен ауыратындарға симптомдарды жеңілдету үшін қажет. Оның қабынуға қарсы қасиеттері бар. Пияздың қабығында кездесетін тағы бір маңызды биофлавоноид бұл каротин, провитамин А. Ол қандағы холестеринді төмендетеді және тамырларға пайдалы, вирустық инфекциялардан қорғау және қабынумен күресу үшін қажет. Пайдалы қасиеттердің кең спектрі бар осы екі күшті заттардан басқа, пияз қабығында органикалық қышқылдар, Б дәрумендері, темір, йод, фосфор және мырыш бар. Пияз қабығынан шай қалай жасауға болады? Пияз қабығының әртүрлілігіне байланысты әдетте 4-7 қабат болады. Пияз қабығынан емдік шай жасау үшін таза, жаңа, бүтін қабықтарын таңдаңыз. Пияз неғұрлым жас болса, соғұрлым жақсы. Шайды жасар кезде ғана пияздың қабығын шешіп алған дұрыс. Алдын ала пияздың қабықтарын жинап қоюдың қажеті жоқ. Қолданар алдында қабықты ағынды сумен жақсылап шайып тастау керек. Пияз қабығын қайнатудың көптеген әдістері бар. Әлсіз түсті шай алу үшін оны 60 градус температурадағы сумен құйып, сусын қою сары түске айналғанша 15 минут қайнатуға болады. Немесе түсі қанық шай дайындағыңыз келсе, пияз қабықтары қайнаған суда бірнеше минут қайнатылады. Егер сіз пияздың дәмін ұнатпасаңыз, осылайша қабығымен шай дайындауға болады. 2 пияздың қабығын алыңыз, шайыңыз, шәйнекке салыңыз. Сол жерде 1 шай пакетик жасыл шай мен 1 шай қасық ұнтақталған жасыл шайды салыңыз. 1 стакан ыстық су құйып, 10 минут қайнатыңыз. Шайға бал, лимон шырыны мен жалбыз қосыңыз. Сусынды дәміне қарай сұйылтып, сумен араластырыңыз. Тұмаумен ауырған болсаңыз, қайнап жатқан суға 4 ас қасық ұнтақталған пияз қабығын сеуіп, 3-5 минут ыстық буымен демалыңыз. Пияз қабығының емдік қасиеттері өте көп. Бүгіннен бастап пияз қабығынан шай дайындап ішуді кеңес беремін. Денсаулық ең басты байлық екенін естен шығармайық. Сіздермен бірге болған дәрігер Гүлнұр. 1000 подписчик жинауды мақсат етіп, сіздерден қолдау күтемін. Каналыма лайк басып, комментарий қалдырып, жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше, қош сау болыңыздар.